Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз қарапайым пияздың адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәнін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер және гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деген ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пиязбен құрқұлақ, яғни цинга ауруын емдеген. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәзбіреулер мұрыннан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл өте дұрыс емес. Себебі қызарып бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан оны тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібересіз. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал 1 шай қасық қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып, тез өсетін болады. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Пияз тұқымдастарының сыртқы түрі ғана емес, дәмімен де ерекшеленетін бірнеше түрлері бар. Ақ пияздың ақ қабығы жұмсақ, сәл тәтті дәмі бар. Тәтті пияз әдеттегіден сәл үлкенірек және жұқа қабығы бар. Мұндай пияз көктемде жиналып, маусымдық өнім болып табылады. Қызыл пияз хош иістендіргіш және қарапайым пияз сияқты өткір емес. Шалот пиязы пияздың барлық түрлерінің ішіндегі ең дәмдісі, бірақ термоөңдеуден кейін дәмі өте нәзік, сәл тәтті болады. Парей пиязының өзгелерінен айырмашылығы пиязшығы жоқ. Ақ түсті қалың сабақ болып табылады және жасыл жалпақ жапырақтарымен ерекшеленеді. Пияздың өзіндік жағымды дәмі болады. Ағзаны сауықтыратын қоректік заттардың жеткілікті мөлшерін алу үшін пияздың әр түрін қолдану керек. Өйткені олардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Пияз шырыны суық тиюден қорғайтын табиғи антибиотик. Фитонцидтер ангина вирусымен күресіп, жоғарғы тыныс жолдарын нығайта түседі. Олар стрептококктар, дизентерия, дифтерия және туберкулез таяқшаларын қосқанда көптеген микробтарды өлтіреді. Суық тию мен тұмаудың алдын алу үшін күніне бірнеше рет кесілген пияз кесектерін жеген дұрыс. Витамин жетіспеушілігінде
пияз өте пайдалы. Ол адам ағзасының С дәруменіне деген қажеттілігін қанағаттандыра алады. Сонымен қатар, бұл дәрумен иммунитетті арттыруға көмектеседі. Жаңа сығылған пияз шырыны сперматозоидтардың дамып, жетілуіне ықпалын тигізеді және жыныстық қабілетіңізді жоғарылатады. Сонымен қатар, пияз метаболизмді белсендіреді, қан түзілуі мен тазартылуына ықпал етеді, ас қорыту процестерін ынталандырады, ағзадан артық сұйықтықты кетіреді. Пияздың құрамындағы кверцетин қатерлі ісікпен күресетіні анықталды. Сол себепті онкологияда кеңінен қолданылады. Егер сіздің басыңыз ауырса, дәрілерді қабылдағанның орнына шикі пиязды иіскеп көріңіз. Пияздың жасыл жапырақтары каротинге бай. Ол біздің терімізге пайдалы. Пияз халықтық медицинада және косметикалық мақсаттарда бетті безеулерден тазарту үшін қолданылады. Секпілден арылу үшін күнде пияздың жарты бөлігімен бетіңізді сүрткен дұрыс. Парей пияздың өткір иісі мен дәмі жоқ, бірақ бұл оның емдік қасиеттеріне мүлдем әсер етпейді. Ол кальций, фосфор, темір, натрий және магнийге бай. Бұл пиязды өте қоректік және пайдалы етеді. Сіз оны тамаққа пайдаланатын қалыңдатылған ақ аяғы және кең жалпақ жапырақтарынан тани аласыз. Бұл пияз қанды тазартумен ерекшеленеді. Сондықтан оны атеросклероздың алдын алу үшін қолданған жөн. Бірде-бір қатынасында пияз шырыны мен балдың қоспасын тамақтанар алдында 1 сағат бұрын 1 ас қасықтан күніне 3 рет 1 ай бойы қабылдаңыз. Шалот пиязы бірнеше ұсақ пиязшықтардан тұрады. Шалот пиязы ақ пиязға қарағанда шырынды, жұмсақ, әрі хош иісті. Ол өзіне тән ерекше хош иіспен сипатталады. Шалот пиязын қабынуға қарсы өнім ретінде медицинада қолданылады. Ғалымдар шалот пиязында қатерлі ісік ауруының алдын алатын флавоноидтардың көп болғандығы және бұл аурудың алдын алу үшін тағам ретінде тұтыну пайдалы екенін анықтады. Батун пиязының садақталған жапырақтары бар. Ол нақты пиязшықты қалыптастырмайды. Сондықтан тек жапырақтарын тұтынуға болады. Батун пиязы ақ пияздың барлық қасиеттеріне ие. Оның құрамында ақ пиязға қарағанда С дәрумені көп. Батун жақсы дезинфекциялық қасиеттерімен танымал. Ғалымдардың айтуы бойынша, күніне 150 грамм пияз, шамамен бір үлкен пияз немесе батун байламын жеп отырсақ, біз С дәруменінің күнделікті мөлшерінің жартысын және жүрек жұмысын жақсартып, ағзаның қаңқа жүйесі үшін құрылыс материал болып табылатын калий мен кальций мөлшерінің 5-тен 1 бөлігін алады екенбіз. Қарсы көрсеткіштер. Пияз қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға жиі жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басталуы немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Өт және бауыр, бүйрек аурулары кезінде аз мөлшерде пайдалануыңыз қажет. Және де кез келген жағдайда дәрігермен ақылдасуыңызды сұраймыз. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Келесі видеоларда кездескенше аман сау тұрыңыздар.